Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы ұлттық құндылықтар және қоғамдық құндылықтар деп аталады. Бүгінгі сабақта көпшілікке арналған интервьюдің құрылымы мен рәсімделуін білу, ерекшелігін талдау. Сіздердің меңгеретіндеріңіз: ұлттық құндылық пен қоғамдық құндылық туралы ұғым қалыптастыра отырып, сұхбат жанрының ерекшелігі мен құрылымын меңгересіздер. Оқушылар, сабағымызға ой түрткі жасау мақсатында ұлттық құндылықтар мен қоғамдық құндылықтар туралы ойымызды бір арнаға тоғыстырып көрейікші. Өзіңді тексеріп көр. Ұлттық құндылықтар. Ұлттық құндылықтар ұлт қазынасы. Еліміздің өзіне тән белгісі, нышаны. Халықтың атадан балаға көшіп, дамып отыратын тарихи әлеуметтік, мәдени тұрмыстық, кәсіптік, салт сана, мінез құлық, тәлім тәрбие және рухани іс-әрекетінің көрінісі дәстүр арқылы танылады. Қоғамдық құндылықтар. Қоғамдық құндылықтар қозғаушы күш. Өркениетті қоғамда кез келген жеке тұлға өзін қоршаған ортаның талаптары мен тәртіптерін сақтай отырып, түрлі игіліктерге қол жеткізе алады. Көпшіліктің бір-біріне ілтипат көрсетіп, ізетті, қайырымды болуы бірлігімізді бекітіп, берекемізді кіргізеді. Ізгілікті қоғам құру, ілгері жылжудың кепілі. Білім алушылар, бүгінгі сабағымыздың керек дерек айдарында сұхбат жанры туралы ұғым қалыптастыратын боласыздар. Сұхбат дегеніміз журналист пен әңгіме жүргізілген адамның екеуара біріккен шығармашылық жұмысы. Бұқаралық ақпарат құралдарының ақпарат жанрлар тобына кіреді. Өзіне қажетті мәліметтерді маңызды деген оқиғаға қатысып, ондағы деректермен және өзге де мәліметтермен танысып, әрі адамдармен сөйлесе келе жинақтайды. Сұхбат жанры негізінен көркемдік құралдарды сөзбен, диалогпен бірлікте көркемдеп отырады. Сұхбат жанрының ерекшелігі: кіммен әңгімелескеніңді, әңгіменің мақсаты қандай екендігі көрсетілуі қажет. Айтылған пікірлерді баяндау журналист атынан емес, сұхбат берген адамның атынан болады. Оқушылар, әрбір жанр сияқты сұхбат та бірнеше түрге бөлінеді. Бірінші, сұхбат монолог. Екінші, сұхбат диалог. Үшінші, суреттеме сұхбат. Төртінші, сауалнама. Оқушылар, жоғарыда айтылған ақпарат көздерін негізге ала отырып, кестені бірге толтырып көрейік. Тыңдаған мәтіндеріңіздің жанры. Сұхбаттың түрі. Құрылымдық ерекшелігі. Және рәсімделуі. Ақпараттың қаншалықты дұрыс екенін бірге тексеріп көрейік. Жанры әрине сұхбат жанрына жатады. Түрі диалог түріндегі ақпараттық сұхбат. Құрылымдық ерекшелігі салыстырмалы талдау. Рәсімделуі белгілі бір салаға бағытталған сұхбат. Оқушылар, Бүгінгі сабақта сіздер ұлттық құндылық пен
қоғамдық құндылық туралы ұғым қалыптастыра отырып, сұхбат жанрының ерекшелігі мен құрылымын талдай білуді меңгердіңіздер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.